Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тіл алфавиті, синтаксис. Бүгінгі сабақтан Python тілінің алфавиті және синтаксисімен танысатын боласыңдар. Балалар, мына суретке назар аударамыз. Суреттегі дұрыс орналасу реті қандай болу керек? Жақсы балалар, әуелі тұқымды отырғызамыз, одан кейін су құямыз, одан кейін бүршік жарып шығады, одан кейін үлкен гүлге айналады. Кез келген тілді үйрену оның алфавитін үйренуден басталады. Әріптерден сөз, сөздерден сөйлем құралатыны сияқты программалау тілінің де өз алфавиті бар. Программалау тілін үйренуді бастаған кезде оның командаларын жазу үшін қандай таңбалар қолдану керектігін анықтау керек. Python тілінің алфавиті төмендегідей құрылымға ие. Латын әрпінің үлкен және кіші әріптері, яғни А-дан Z-ке дейін. Араб цифрлары 0-ден 9-ға дейін. Арнайы символдар: қосу, азайту, көбейту, бөлу, тыныс белгілер және жақша, және қызметтік сөздер. Идентификатор, яғни айнымалылар атауы. Әріппен басталатын цифрлар мен әріптер тізбегі. Идентификатор латын әріптерінен төменгі сызу таңбасы, яғни астыңғы сызықша К1 және 0 мен 9 арасындағы цифрлардан құралады. Мына берілген мысалға назар аударамыз. Pythonның әріптер регистрі үлкен және кіші әріптерге ажыратылып берілген. Мысалы, comp1 және үлкен әріппен жазылған comp1 екеуі екі түрлі айнымалыға жатады. Программада қолданылатын айнымалыларды идентификаторлар деп атайды. Олай болса балалар, Python бағдарламасын ашып, практикалық жұмыс жасап көрейік. Ең әуелі Python бағдарламасын ашып аламыз. Одан кейін берілген кодты жазу үшін файл, жаңа бет батырмасын басамыз. Яғни мына жерге кодты жазамыз, ал мына жағынан нәтижесін алатын боламыз. Енді балалар 78-ші беттегі мына мысалды қарастырып көрейік. Бұл мысалда А айнымалысы берілген екен. А айнымалысының мәні 4-ке тең. Және Б айнымалысының мәні 12-ге тең. Одан кейін С айнымалысының мәні 10-ға тең. Енді 3 санның қосындысын көру үшін Д деген айнымалыны беріп көрейік. Оған А қосылған Б қосылған С мәндерін меншіктеп қоямыз. Одан кейін экранның бетіне шығару үшін print функциясын қолданамыз. Жазылған кодымыздың нәтижесін көру үшін run батырмасын басамыз және бірінші тұрған батырманы басамыз. Одан кейін сақтап алуымыз керек. Міне нәтиже 26-ға тең болды. Мына терезеге кодты жаздық, ал мына жағындағы shell бетінен нәтижесін алдық. Балалар, ары қарай жалғастырамыз. Input функциясы программаға жолдық деректерді енгізеді. Ал сандық дерек енгізу үшін бұл функция int жақшаның ішінде input түрінде жазылады. Олай болатын болса, 79-ші беттегі мына мысалды қарастырып өтейік. Дәл алдыңғы мысалға ұқсас болып келеді. Және А айнымалысы, одан кейін input. Одан кейін жақша ашылған, жабылған. Келесі жолға дәл осындай қылып Б айнымалысы input. Енді С айнымалысына А қосылған Б-ны меншіктейміз. Және шығарамыз. Print С. Енді run батырмасын басамыз. Балалар, бұл жерде А және Б айнымалыларының мәндері жол ретінде қарастырылды. Яғни 2-де 3 деген нәтиже шығып тұр. Қосу амалы екеуін біріктіріп, экранға дәл осылай шығарды. Келесі екінші мысалды қарастырып көреміз. Дәл осыны өзгертеміз. Бұл жерде int типін қолданамыз. Енді нәтижесін байқап көрейік.
2, мәселен 3. Мінекей, екеуінің қосындысы 5. Бірінші мысалда неге 23 шықты дейтін болсақ, бұл жерде А және Б айнымалыларының мәндері жол ретінде қарастырылып, яғни 2, 3 деген сан шыққан болатын. Одан кейін екінші мысалда программа 2 айнымалының мәнін, яғни intті жазғаннан кейін бүтін сан деп қабылдап, олардың қосындысын шығарды. Яғни нәтиже 5-ке тең болды. Балалар, барлығымыз бірге практикалық жұмыс орындап көрейік. Сынып бөлмесінің ауданы есептеу. Сынып бөлмесінің ұзындығы А және ені Б берілген. Осы бөлменің периметрі мен ауданы есептейтін сызықтық программа құр. Олай болса, кодты жазып бастаймыз. Біз енгізіп болдық. Енді P тең 2 көбейтілген жақшаның ішінде А қосылған Б. Келесі S тең болады А көбейтілген Б. Енді экранға шығаруымыз керек. Мінекей балалар, бағдарламамыз дайын болды. Енді орындауға жібереміз. Енді шамамен 5, 7 деген сандарды енгізіп көрейік. Мінекей, периметрі 24, ауданы 35-ке тең болды. Мінекей балалар, бүгінгі білімдеріңді пайдалана отырып, дәл осылай Python бағдарламасында бірнеше жұмысты орындап көріңдер.